Өзүнсүң Қазақстан ән арманында, аяулым алтын бесік қар орманында. Бір нәрсе жетпейді деу қате болар, өзіндей ұлан байтақ далам барында. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біз Естай атындағы Мәдениет сарайының балалармен жұмыс істеу жөніндегі 9 бөлімшесі Кенжекөл мәдениет үйінен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған Асқақ Тайбер Айбынды Қазақстан эстафетасын қабыл алдық. Қазақстан атамекен құт қонған жер, кең дала суы мөлдір нұр тоңған жер, көкорай белестері мақпал кілем, қырлары қызғалдағы құлпырған жер. Қазақстан заманының заңғарында, халқыма мекен болған жайлауыңда, Алатау ақ самайлы басын иген, қайратты қаратау қойнауында. Земля щедра рождением героев, богодоверностью достойных сыновей, и не случайно время золотое мы посвящаем Родине своей. Туған жер асыл өлке Қазақстан, отаның ұлан байтақ ғажапстан, өзіңдей тату-татты ел жоқ шығар, қазағым жаралғансың асыл тастан. Байрақты бәсекеде берілмеген, ұлдарың құл, қыздарың күң етпеген, өзгеге соқтығыспай тыныш жатқан, қазағым бірде-бір ел жетпеген. Осы челлендждің эстафетасын жетекші ауылы әкімі аппаратының мәдени ойын-сауық орталығына жолдаймыз.